Atı var mı? Atı var mı? Tosun var. Bırak bunu aldık bak. Sen bana baktın. Atamızın, Əcəmizin şişasına gelip yatkan Yumurta kalasında aşağısında baskısı hastalığı. Ventuslar bağırlar. Sizler bilesizler, Aldan atamız Hoca Nazaroğlu tam da avdana Kerzbulak avında yani Kerzbulak avında karılmak sorunu olur. Bilesizler sözlerdi bu ülkelik жұмыспен істеген бас бухгалтер болған кезінде ауылға қадірлі ақсақал болған ол кісі соғысқа қатысқан соғыстан бергі өмірінде осындай шаруашылықта өмір бақи жұмыс істеді. Сондай қамқа анамыз екеуі бір қанша ұл қыз тәрбиелеп немере шөбере өсірді. Ол кісі қаншама келіндер алды, қыздар ұзатты дегенде бұда жекжат болды сіздермен. Бүгін сол кісілерді еске алып отырмыз. Сол кісілердің мынау 100 жасқа толған асыл. Келе жатқан жалғап өмір ізбен із, міндет көремін салмақпенен әр иықтан. Бұл жалғанның мағынасы сізбен біз өмір өзі басталады тарихтан. Ағайын мен туыстарды шақырды. Қуанамыз ұрпақтары із басса, Алдан атам қамқа әжем қадірлі толар еді аман болса 100 жасқа. Келді ағайын әр тараптан жиылған, өткен өмір өткелдерін ескеріп, әруақты қадір тұтып, иман мен ұрпақтары жақтыр бүгін ас беріп, береке бар. Сіздер өскен қорғанда, қол жеткізіп айдай асыл арманға. Халқыма қамқа әжем үй бекесі болғанда, Алдан атам қамқор болған баржанға деп енді ол кісінің жүріп өткен өмір тарихы туралы сіз Қанай апамызды қайда Қанай апа? Қанай апа атамыздың өмір тарихынан әжеміздің айтып берсеңіз, ол кісінің басып өткен жолдарынан соғыстан бейінгі соғыстан бұрынғы
Құрметті ағайын, бүгін мына жерге жиналып отырмыз. Біз өзімізді туып өсірген, тәрбиелеген ата-анамызға, асқар тауымызға, қамқоршымызға, танамызға арнап 100 жасқа толды деп ас беріп жатырмыз. Мінекей, мұның ішінде көбісі қатарлары бірге істеген кісілер кетіп қалды ғой, жастар қалды. 1000 әкемім, мен анам аяқлықты жасаған ғой. Менің атам Қожаназар, мен нағашы атам Садық, көрші отырып, көрші жүріп, бір-бірімен сыйласқан, бір-бірімен құда боламыз деп келіскен кісілер екен. Сонда атам Қожаназар айтқан екен Садыққа, егер сенің әйелің ол, екеуміздің әйеліміз ол қыз туса құда болайық деген екен. Солардың туылмай жатқан балаларын атастырып қойған бабаларымыз бір-бірімен сыйласқан, бір-бірімен жақын болған кісілер екен. Міне 1923 жылы екеуінің арасы 5-6 күн дейді ғой. Екеуі әкем мен анам дүниеге келген Аяқұдықтан. Анамның әкесі Садық дүкенші болған, анамның төркіні бай болған. Ал біздің атамыз Қожаназар өзі көпшілік біле бермейді. Ол кәне туған Аңғара бидің жиені болған. Атам Аңғара бидің ең жақсы көретін кішкене қарындасынан туған Қожаназар. Сонда Қожаназар мен Садықта екеуі де белгілі текті жерден шығып, ұл қызды өсіріп, біздердің ұрпағымызды осы дәрежеге келуіне солардың зеттігі тиді. 23 жылы дүниеге келген, бастарына 23 жыл тарих белгілі. Міне бастарынан қиыншылықтар өтіп, 39 жылы 16 жасында шешемнің әкесі дүкеншіліктен 150 грамм жаңағы ұн қарызданып сотталып кетеді екен де, сол сотталғаннан кейін соғыс басталып кетіп, әкесі сол кеше қайтпай қалған. Ал әкеміз сол әртүрлі жұмыстарды атқарып жүреді. Шешемнің төркіні де жоқ, одан кейін көкесі қайтыс болады, барлығы қайтыс болып шешем құдаларының қолында, мына үйсіндердің қолында тәрбиеленеді. Туғаннан шешемді ұлым жоқ деп, әкесі ұл киіндіріп қойған екен. Содан 18 жасқа келгенше үйсіндердің қолында болады. Үйсіндер енді шешемді қыз киіндіріп біреуге ұзатам деп жатқан кезінде, барлық уақытта айтып отыратын еді. Менің Қуанышбай ағам деп, сол Қуанышбай ағасы хабар жіберіп, қамқа, ата-анаңның айтқанын орында, сен үйсіндердің айтқанына емес, сен алданға баруың керек деп, 40-шы жылы апам әкемнің айтқанына барам деп, әкем екеуі кездесіп, сонымен Аяқұдықта 40-шы жылы үйленеді екен. Үйленгеннен кейін екі бастан белгілі соғыс басталып кетті, қиыншылықтар болды. Соғысқа барып, соғыстан қайтып келді. Сөйтіп әкем мен шешем 46-шы жылы бірінші рет тәтемді Есенгелді дүниеге келеді. Одан кейін әртүрлі жұмыстарда істейді. Сол кездегі оқуларды, курстарды оқиды, сөйтіп есепші болады әкем. Олардың тұрмыстары түзеледі. 53-ші жылы мен дүниеге келдім. Аяқұдықта 1 августте дүниеге келдім. 15 августте әкем Карл Маркс колхозына есепші болып көшіп келеді. Сонда Карл Маркс колхозы енді ашылып жатқан, ешкім әлі келе қоймаған екен. Сонда әкем
осы жерде есепші болып орналасып, өзінің аяқұлттан ағайындарын, туыстарына келеді. Мінекей, қазіргі менің осы жерге жинап отырғандарым, сол әкем әкеліп керізге орналастырған, сол жерде өзі соларға қамқор болған, басшы болған кісілер. Анау Сәрсенбай дегендер бар, Қозыбақ, Қыдырбай, Қыдырәлі, олардан Әмірхан, Нұрмахан, Тағай деген ағаларымыз болды. Олардан қазір Әмірхан ағамның балдарын ешқайсы келмеді. Ал жаңағы Нұрмахан ағамнан Күлпан отыр әйелі, мына жерде Тағай ағамнан Бек отыр. Бұлар біздердің туыстарымыз. Одан кейін Мыңшайыптан Жақсылағамнан Опарағат келіп отыр. Керіздегі қара тамырларымыз. Одан кейін Әбдіремден Төреқұл атамнан Қалдыбайдан Санат деп отыр мына жерде, Қалдыбайдың балалары. Сонда қарап отырсаңдар, біздің әке шешелеріміз, бабаларымыз араласып, енді мына жерде үшінші атаға келіп отырмыз. Ал одан кейін Кенжаған бар, Өтеген деген атамыздан Мыңбаймен Кенжаған бар. Қазір осы жерде сол үлкендерден осы Кенжаған тұр. Одан кейін жаңағы Мәди Тұрдалағам бар. Тұрдалағамнан жаңағы кім бар? Нағымет Нұрбек бар еді, олардан ешкім келмеді, шақырған еді, келмеді. Ал одан кейін мына жерде шақырғандарымыздың ішінде кім бар? Жаңа Нарман, Пірман деген аталарымыз болған. Нарман атамыздан Сердашев деді, ол денсаулығына байланысты келмеді. Пірман атамыздан Абат ағам бар, Абат ағам баласы Сәтжан бар еді, ол да келмей қалыпты. Әлдағандай шақырсаң, әлдағандай болып жатыр ғой бәрі. Оны әйелдері келген, қоспай мен әйелдері өздері келмеді. Ал одан кейін біздің Тамдыда үш үйіміз бар еді. Бірінші Кетебай Молдаш, Керіздің бәрі біледі, ол біздің туыстарымызды. Одан жаңа балалар ауылда келе алмай қалды, Қанда да бар бұл жерде қызы. Одан кейін мынау Нанбай шағамыз бар, Саналиев. Нанбай шағам, Ерште ағамды бәрі Нанбайшы дейді ғой. Ерште ағам бар, Ерште ағамда мынау Ғали келіп отыр. Ғабиден келем деп еді, келмеді. Ғайникен келіп отыр. Ал одан кейін Әбсатқа деген ағамыз бар еді, оның баласы да келмей келіншегін жіберіп, оны қоспаймен. Ал одан кейін жаңа шаруадан Мәден деген ағамыз бар, атамыз бар еді. Одан кім бар Мәденнен? Кім бар ма? Ешқайсы келмеген. Ал міне одан кейін бұл жерден жаңағы ағайындардан кейін өзіміздің басшы болған Қожаназаровтар бар. Қожаназаров ауданынан бұл жерде Бәкір бар, Бәкірден ана Бексон баласы бар. Есеннен Сыдық бар бұл жерде. Ал Ақназардан мына жерде Мырзакелді бар. Майрам бар. Зоя келінді бар. Ал Көшекбай көкемнен Қалдыгүл бар бұл жерде. Мінекей, біздің шақырған қара тамырларымыз дегенде, Керізде ата бабамыз бірге жүрген, бірге жасаған, төрлерінде отырып тамақ жеген осы кісілер. Мен осы балдарды, осы асты өткізгенде бұларды шақырғандағы мақсатым, ата бабамыз араласқан, сыйласқан ағайынның туыстығы, ағайындығы арта берсін, бір-бірін танысын, бір-бірін шақырсын деп жинап отырмын. Ал одан кейін бұл жерде, мына жерде кім бар жаңа Қашқаған баласы бар. Топ қайда? Ақау біздің шешемізден нағашы дегендегі ұстаған адамымыз осы Ақау, нағашымыз. Ал қалғандардың барлығы неке Керізден Омар ағаны шақырдық. Біздің әке шешемізді көрген деп ана жерде отырған Орынбасар ағам анамның туған бөлесі. Олар екеуінің шешелері бірге туысқан.
мына жерде кеңесбек бар. 20-30 жыл өмірін керіздің адамдардың денсаулығына арнаған. Ал құдаларымыз бар осы жерде келіп отырған. Міне осы жақын жоқтар барлығымыз бірге отырып, осы неге жаңағы асқа бірге атсалысайық, бір-бірімізді танайық, бір-бірімізді жақын ұстайық дегендер. Ал мына жақта келіншектер бар, келіндер қайда? Шақыр келіншектерімді, келіндер, ұлдай. Гүлжан ханым. Гүлбарам, кел мында, ажар. Шоғырға отырған. Бектің келіншегі, кел мында, Зоя. Дамира, келіндер мына жаққа. Күлпан бастық Айша. Жаңа келіндер дегенсін шығардыңдырсың өздерін. Келіндер өздерін. Мінекей ағайынды жақын ететін, ағайынды араластыратын әйел дейді ғой. Мінекей бұлар біздің сол менің керіз бұлағымның келіндері. Мына жерде отырған үлкен кісілерге бәрін әдемілеп үш рет сәлем салыңдар. Ең кейін кіріңдер. Әне, көргендерің өсін, бақытты болыңдар. Мына ұрпағымызды жалғастырып, балаларын жақсылап тәрбиелеп, осылардың ісімен жүргізе беріңдер. Міне, ағайын туыс, бауырлар, айтатын әңгіме көп. Әкем міне содан бұғадыр болып істеді. Ағайындардың ортасында сыйлы болды. Таңертең тұрғанда інілері келіп, үйге келіп, әкеме сәлем беріп кететін. Олардың барлығы әкем қамқор болды. Не айтса соның бәрін орындады. Әкемнің бетіне ешқайсысы келмеді. Ізінен Көшекбай мен Ақназар ерді. Неге Көшекбай мен Ақназарды әкем інім деген жоқ. Оларды бауырым деген жоқ. Баласындай қарады. Баласындай өсірді. Бір жерде бәрін өсіріп, тәрбиелеп, Ақназарды үй қылып, Қызылшынға апарып көшіріп, үй көтеріп, жайды ағаштарын сүріп берді, есіктерін. Көкем көз салып алды, көкем ұстайын. Шекернай дейін үш баласымен үйде ұстап отыр. Балдары өсіп ер жеткеннен кейін үй алып беріп, оны да бөлек шығарды. Мінекей, ағай туысқа деген, өзінің бауырларына деген әкемнің мейірімділігі осылай. Ал енді соларды өсіріп болып, енді әтемнің балаларына дейін өсірді. Мынау сыдықтар әке шешемнің жаңағы бауырында өскен балалары. Осылар немерені қиын заманда әкем шешемеке отырып айтатын. Екеуміздің пенсиямыз біреуімізге ет болсын, біреуімізге отын болсын дейтін. Өзіміз алмадық. Қазіргілер пенсияға таласады ғой, ал олар өзіміз алмадық демей, сол пенсияларын немерелеріне дейін жұмсап, енді жақсы өмір сүрді, жақсы кетті. Ержігіттің басына не келді, не кетпейді дейсің. Біреулер сыртқа шыққасын айтып жүреді. Қойшы, сол әкесі арақ ішетіні ғой деді. Жоқ, арақ ішкенменде бір адамның бетіне келмеген, қорасында тұрған жалғыз қойын қонаққа сойған, қорада тұрған жалғыз қойын жылуға берген мені әкем мен шешем өзінің өмірде өзінің орны бар. Мақтанып айтып жүретіндей дәрежеде біз ата-ананы көрдік, ата-ананың тәрбиесін алдық. Айта берсем көп. Сызбан Мұрагетов сөйледі. Алданамын қазіргі салтанатыларында болғаны болып шешіледі. Сол түзел келе ұмытта келгенде де осы ағайындар
жиналысқа келсе, басқаға келсе бүгін ағамыз өтеген Мумбай үйіне келетін. Келіп сол жерде жаңағы мал сойылып, басқалар күрсіктерін бірге сол жиналыс тақырған сол отырып қайтатын еді. Мен білетінім осы Умекеңгіден көрдіңізден бірге сізге Умекеңге Құлан жоллары қабыл болсын, біраз арзу болсын. Құрметті қалайық, бүгін сол демекші бұл жиын болады. Ол жиын себепші болып отырған жиында арған дәулетінің қоғамымыздың жүргіз соту дүниеде оқуын бағдарының ешкі халықты пәкесідан басылды өте орынды. Жаңа қана қылаша өте орынды айтуы бастан өткен тарихта. Бұл сөз оғастағы тұрған жерлері аяқылы. Одан біз 60 жылдан бастап әлдегеннен қалған ауылдас болды бірге кейінгі уақытта құда анда болды қатынасын бірге үкімет үшін істеді. Сіздер біздер үшін Ұлы соғысына атыңыз. Инвалид бөппеді келіп істеп Карл Маркс сақтауында бұғатылығын істеді. Барлық жұмыстар істеді. Одан өз бөлінген балалар ерекше шөберелер қазір бүгін Қазақстанның барлық жерінде тегіс бар десемен ұяттығынасы. Мінекей осы бүгінгі ұйымдастырған мына осы кеш, осы отырыста, осы ас өте орынды, осы кейінгілерге жалғаса берсін. Кейінгі туған туысқандарын, бауырларын Алла Тағала ауызбіршілігін беріп, осы ақсақалдарды, осы аналарды еске алып тұрған өте инабатты, өте орынды естілейік. Барлығыңызға да жақсылық, денсаулық болсын, дендеріңіз сау болсын. Туған туысқанды берген еш уақытта айырмаңыздар, бірге болыңыздар, бірге тұрыңыздар. Өткен әруақтарды еске алып тұрғандарыңыз өте орынды, сауапты іс болады. Дендеріңіз сау болсын, әрқашан бақытты, аман болыңыздар. Қалған немере шөберелердің туысқандық белгілері жалғаса берсін. Әрқашан аманшылық берген халқымыз аман болсын. Рахмет реттеріңізге айтылатын сөздер көп, әлі уақытымыз бар. Құрметті қонақтар, міне бүгін Алдан атамыз бен Қамқа әжеміздің 100 жасқа толуына орай беріліп жатқан асында оның Көшекбай інісі, яғни Алдан атамыздың інісі Көшекбайдың кенже қызы Қалдыгүл өзінің ата әжесіне арналған жыр жолдарын оқып бермекші, соған назар аударыңыздар. Атам мен әжемнің рухына. Мен әкемді көрген жоқпын жасымда, алаңсыз ем атам барда қасымда. Асыл атам жан әжемді еске алып, рухына бас иеміз асында. Еңбегіне әжемнің де жоқ баға, айналдырып жүрдік үйді бақшаға. Қанатында ата әженің жетіліп, бір қорғанда өстік сонан топпала. Бағынушек есен тәтем басылға, тәтеміздің Алуа жеңгем қасында. Үйіміздің бөлінбеген еншісі отырушек бір дастархан басында. Не керекті Қамқа әжем табатын, назарға атамыздың қабағын. Күнде етшеп жиналмаса дастархан, Алуа жеңгем жиі тандыр жабатын. Болған емес отбасында артық кем, алғыс алдық үлкендерден сарқытпен. Тым тырыс боп тамақ жеушек, ек сөйлемей, атам төрде отырғанда тәртіппен. Өсек сөзге о басынан берілмей, бірі абысын қалғандары келіндей. Әжем бастап 3 әулеттің әйелін, қыдырғанда бір жүрушет бөлінбей. Тамсандырып керіз бұлақ өлкесін, бір ұядан қаншама ұл қыз өнгесін. Тойға барса әжем алып көйлегін, біздің апам көтеруші ет сөмкесін. Жетілдік біз атам барда білмейкем, көңіліміз болып өсті көлдейкен.
Міне сондай даналардың ұрпағы бүгін бізде ата әжеміз үлкейген. Жаным атам соғыс көрген, от көрген, бар сынақты бір басынан өткерген. Сіздер жоқсыз, біздер бармыз бас иер. Шүкір Алла осы күнге жеткерген. Рахмет. Керемет жырлар. Көпшілік қауым, міне біз бүгін осындай бір күндерде, осы бір ғимаратта бас қосқан екенбіз. Бұның себебі Қожа Назаровтар әулетінде болып жатқан, Алдан аға мен Қамқа апамызға беріліп жатқан астың құрметті қонағы болып отыр екенбіз. Міне осы ұл қыздарына, олардың ұрпақтарына, барлықтарына қабыл болсын айтамыз. Енді біз жас кезімізден бастап өзіміздің көргенімізді айтамыз енді. Бізді осы жерде сондай естеліктер айту үшін шақырған болуы мүмкін. Жаңа қандай барлығын айтып өтті, соған қосымша бір-екі ауыз айтып кетті. Қожа Назаровтар әулеті бірлігі мен ынтымағымен бірлігі жарасқан біздің қасиетті де киелі кері залында сондай бір берекелі жанұяның бірі еді. Біз жас кезімізден бастап Қамқа апамыз, біздің апамыз болған, Алдан ағамыз кезді дейтін едік, аға деп атайтын едік. Міне сол кісілермен жиі қарым-қатынаста болғанбыз. Ол кісілер сол қорғанның ішінде жаңағы айтып өткендей 3 әулеттің ұрпағы сол жерде тұрды, ағайынды 3 кісі. Міне оның басшысы Алдан аға мен Қамқа апа болса, одан кейін менің ұстазым Ағынзар аға мен Зиябек апа болса, одан кейін үшінші Көшекбай аға менен Шекернай апа бар, сол қорғанда тұрғанын, барлығының қалай өмір сүргенін біз өз көзімізбен жас кезімізден бастап көрген адамдармыз. Сол қорғанның ішінде береке, бірлік, бүкіл халық тамсана қарайтындай сондай бір жақсы жандар сол қорғанның ішінде өсіп өлді. Енді ол кезде жай дейтін қой, 2 там, 2 қай болатын. Міне соның ішінде, соның алдында жалғыз асхана болатын. Сол асхананың ішінде үлкен қазан болатын. Міне сол қазанда тамақтар пісіп, жаңа қалдығын айтып атқандай, барлығы сол қазаннан ас ішіп, береке бірлікте болды. Бұның барлығының себепшісі Алдан аға мен Қамқа апа болатын. Енді бұл кісілердің өмір тарихы, өмірдің өзі тарих қой. Жаңа өзінің ұрпақтары айтып жатыр, көп нәрселерді. Ауылда барлық ұл қыздары сол қорғанның ішінде өсіп өлді, интеллигент дейді ғой қазіргі сөзбенен. Сондай бір оқымысты жандар болды барлығы. Енді айтайық дегеніміз, осы ұрпақтары жасай берсін, еске алудың өзі бір үлкен ғанибет, үлкен бір сондай ерлік, кейінгі жастарға үлгі өнеге деп білеміз. Балдарының ұрпақтарының дендері сау болсын, өсіп өлсін. Енді содан кейін жаңағы айтайын дегенім, есен мен ауға бас қосса, сол келе жатқан тірлікті бұл кісілер одан әрі қарай жалғады. Одан кейін Бәсір мен Гүлдермеха бас қосса, сол қорғанның ішінде барлығы сол бұрынғы алдыңғы тәртіп, алдыңғы тәрбие, алдыңғы көрген үлгі өнеге менен осындай жақсы жандар болды. Ұлы Отан соғысына қатынасқан Алдан ағаны біз мектепке шақырып, бұл кісілерден естеліктер алатынбыз. Сонда мен бір жағы жездемдеп, осы омырауымызда ордендер, медальдардың барлығы өзіміздікі ме десем, өзіміздікі болмай кімдікі болады дейтін аға. Міне сонда өзім көргендердің барлығын сол кездесуде сол оқушыларға айтып беретін. Енді қалған кісілер айта береді, дендерің сау болсын, астарың қабыл болсын, жақсы күндерді бас қосайық. Енді кездесіп жүретін көреміз. Атамның жаңағы қандай айтпақшы кішкентай ішетіні бар еді, ол атамның ешкімге ешкіммен зияны жоқ, бала сияқты болатын еді. Енді әжемді де көріп тұрдық. Енді бүгінгі оқытқан онша көп әңгімеге жоқпын өзім. Енді оқытқан бүгінгі нелері қабыл болсын. Балаларының, қыздарының берген немерелері осы атамның басып кеткен ізімен жүре берсін. Рахмет, қабыл болсын деп айтамын.
рахмет, қабыл болсын. Бәкіржан, бүгінгі мінекей ата-анаңа беріп жатқан бүгінгі мынау той деп айтайын енді, құтты болсын, қабыл болсын оқыған Құран хатын. Мінекей жаңа Қанай апам айтып жатыр, Раш апай айтып жатыр, керіздің бәрі есімізге түсіп, көшенің бәрі есімізге түсіп кетті. Алдан атам менен Қамқапамды екеуін көріп өстік, Қожаныздар атамды көріп өстік, Қожаныздар атамның атқораға атын баптайтынын біз бала болсақ та көріп өстік. Атам әнекей. Мынау кім Бәкір ұқсап тұр. Есен ағамды көріп өстік. Ол жердегі әрбір адамды керіздің есімізге түскен кезде сол үйдің жақсылығы бірден көзімнің алдына келеді менің. Сол адамдар не істеп еді деген. Сол жерден менің қазір бүгін жаңаға есіме түсіп отырған нәрсе мінекей ауызбіршілік. Сол қорғанның ішінде үлкен қорған болатын, оның ішінде 10-11 қыз бірге ойнап өсті, үлкен Қанай менен Құмзай болып. Бәрін басқаратын шында да Қамқапам еді. Менің шешемнің нағашы деп біздер жиі қатынап, туған төркінінде апам, Алдан ағам деп алдарынан кесе өтпейтін еді. Ол кісілер де біздің әке шешемізді құрметтеп, сондай бір туысқандық қарым-қатынаста болды. Балдар менен, қыздар менен бәріміз қатар өстік. Қыздарды қияға, ұлды ұяға қондырған үлкен бір үлгілі семья болды. Бәрі сол Қамқапам арқасы деп ауылдың адамдары айтып отыратын еді. Әйел егер жақсы болатын болса, барлық нәрсе жетеді. Апсын тату болса, ас көп деген барлығы Қамқаның арқасы ғой деп айтып отыратын еді. Оны да еске алып өтейік. Жаңа Қанай апам айтып өтті ғой, текті жердің баласы сол тектілігін көрсетті. Керіздің бәріне үлгі болды. Мінекей кімменен, Қапшыпенен құда болып Сыбай атамменен Алуаның түскені, оның балдарының өскені, Ақназар ағаймен, Әтел ағайменен Зиябек, Көшекбай атаны көрмесек те күнді жаңағы Шекернай апайды көрдік. Мінекей ол кісілердің бір-біріне дегендегі жаңағыдай қызметтерінің бәрі шынында да үлгі болды. Бір тойда Амангелді ағам жиендері Қаратамырдың той болып жатыр. Пісіп жатқан палауды төрт құлағынан көтеріп кеткен ғой Нағашыбай, Амангелді ағам. Сосын кім еді тағы да? Сәндібірат аға бәрі көкеулеп күрішті алғанда кеткен ғой, жиендік қылдық деп. Осығанда көл жаңа жиендікке тарқатылған мыняқа палау, қайтадан палау бастырылған той. Осындай да тойларды көрдік. Менің шешем төркіндетіп бір тойында, бір жаңа ол кезде деген мебель деген жоқ, бір шкаф берген есімде әлі. Шкаф дегенде де сонда бір әп-әдемі дүкеннің жаңағы терезе әйнегі бар, шкафты беріп, біздер өлгенше қуанғанбыз, бізде де 7 қызбыз ғой үйде. Апама төркінің берді деп. Осындай да күндер болған, осындай ауызбіршілік болған. Мінекей енді ұрпағымен 1000 жасайды деп тарқап, кім ойлаған сол кісілердің мінекей Бәкір келіп, Қарағандының Теміртауына келіп, осындай ас беріп, адамдардың басын жинап, осылай жаңағы көл көсір өзінің әке шешесін еске алады деп. Жаным Бәкір, саған Алла берсін, сен қыздардың таянышы бол. Мырзагелжан, сендер мына жан жақтағы қыздардың бәрінің бүгін басы қосып отырсыңдар, жиендерді қосып отырсыңдар. Рахмет сендерге. Алла разы болсын. Арынғазы деген күйші бар, осының жиені. Домбыраны тартсын, домбырасын әкелген болса, көріп отырмын Арынғазыны. Алдан аға менен Қамқапымның 100 жылға толған асына құрметті қонақ болып отырған. Мінекей барлықтарыңыздың отбасыларыңызға аманшылық тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мінекей жаңа Қанай апамыз бастаған естеліктерден бәрімізді жадымен айтып жатыр ғой, әр нәрселер есімізге түсіп толқып жатыр. Және екіншіден, мені бүкіл керіздіктер біледі. Алдан менен Қамқаның қызы деген атауым бар. Енді қазір бір ауыз сөз айтпаса, менің атыма сын болайын деп тұр. Сол үшін, менің де әкем Әлбек пенен Алдан ағам екеуі ана сонау аяқтықтан бастап бірге жүріп, бірге өскен. Сол келіп, Алдан ағам есепші болғанда, менің әкем фермер болып Қарадала деген жерде қалған екен. Сонан кейін екеуі үйірін жазбай, керізге келіп, бір жерге екеуінің үйінің арасында үйде жоқ тіпті. Міне сол себеп болды ма, мен мына Алдан ағамның қорғанындағы топ қыздарымен бірге өскенмін.
Сондықтан менің кейбір мінездерімді адамдар қамқа шешесіне ұқсаған дейтін еді. Міне осы Алдан ағам сондай. Мен өзім үйде бір жалғыз қыз болдым. Сонда мына Алдан ағамның қыздарымен бірге менің жалғыздығым еш уақытта білінбеген екен. Алдан ағам Бұхараға, Самарқанға өзінің қызмет бабымен кеткен кезде балаларына әкелген базарлықтарынан үнемі мені қалдырмайтын еді. Бірінші қамқапын шақырып алып, сол сомкасын ашқан кезде маған беретін еді. Міне осы Есен ағам алдымдағы ағамдай болды. Бәкірді қазіргі күнге дейін үйіне барсам, төркінім үйіне келдім деп барам. Оны мына отырған Алдан ағам ұрпақтары жоққа шығармайтын шығар. Міне бір қорғанның ішінде ағайынды 3 кісі бірге отырды. Дұрыс айтады, неге үлкен кісілер. Енді солардың барлықтарының куәсі мен болдым. Қазандары қайнаған, төрінен қонақтары кетпеген, ауызбіршіліктері жарасқан. Сондай 3 кісінің ұрпақтары бір қорғанда отырғанда барлық кісілер, жан-жақтағылардың барлығы таңырқап бұл кісілердің ауызбіршілігіне бір ерекше сүйсінетін еді. Міне осының барлығы Алдан ағам менен қамқапамның көрегендігі, мейірімділігі, қамқорлығының шексіздігі. Міне осы Есен ағам бастаған, Қанай Құнзай бастаған қыздар, балдар сол Алдан ағамнан қандай қамқорлық көрсе, сол қамқорлық пен мейірімнің шегін мен де көріп өскенмін. Міне мен таң атқаннан кешке дейін жатағыма ғана үйге қайтатын ем, қалған өмірімнің барлығы осы қыздардың қасында, балдардың қасында өтетін еді. Міне енді адам ұрпағымен мың жасайды дейді ғой, айта берсе естеліктер көп болады, әлде айтатын кісілер бар шығар. Міне ұрпағымен мың жасайды деген, міне Бәкір бастаған, Қанай бастаған, Мырзагелді бастаған осы топтар бүгін осы аш жиынды көтеріп жатыр екен. Я дендерің сау болсын, ұрпақтар өсе берсін, өне берсін. Сол Алдан ағам сияқты, Ақназар ағай сияқты, Көшекбай аға сияқты бұл кісілердің бәрін көргенмін. Міне осы кісілер сияқты өнегелі өмірін жалғастырушы болсын. Барлықтарыңызға рахмет, қызметтеріңіз Алладан қайтсын. Осы келіп отырған кісілердің атынан сіздерге үлкен мың алғыс рахмет айтқым келіп отыр. Жарайды, Алла разы болсын. Есен ағамнан кейін көп қыздар бар ма? Сол қыздардың ішінде айтқан кезде перне шапан айтпай кетуге болмайды. Ең бірінші перне шапа тұрады. Дұрыс па? Перне шапамыз. Содан кейін жаңа Қалдан апайды да бәрі қызылған ба бұл кісілер? Жаңа Қалдан апайдың баласы жалғас үйленген кезде біздің Шеперне апамыз түйе берген ол кісіні. Сондай қатты сыйласқанда перне шапа тұрған кезде Қанай апайлар сөйлей алмайтын болған. Жаңа Роза апалар Әл-Фараби келіп отыр мына жерде. Ең құрметті адамдар. Шайдан ішіп отырыңыздар. Тамақ келгенше. Ғали сөйлейін деп жатыр. Ассалаумағалейкум. Қалайық. Жаңағы бүгінгі жиналып болған себебіміз Алдан атам мен Қамқа әжемнің 100 жылдық асы. Мен Саналиев Ешетайдың ортаншы баласымын, атым Ғали. Астана қаласында тұрам. Бұл атам туралы, әжем туралы көп нәрсе айтса болады. Себебі бірінші кезекте ол кісілердің татулығы бір ауланың ішінде, Көшекбай атамыз бен Есенбай ағамыздың Қалдыгүл, Тазагүл, Есен ағамның балдары бәрі бір шаңырақта өскен үлкен. Қазіргі заманға лайықты жақсы сияқтымыз, лайықты жағдайлар. Мысалы, қазір ағайын туысымызды бірге көрсек, бірге көрмейміз. Сол кезде ауладан шығармаған Ақназар ағамды жаңа айтып отыр, апам үй салып беріп, отау тігіп, соған қамқор болып жүрген. Мен де бір жаңағы бір нәрсені айтып берейін, мен әкем туралы. Әкем Ешетай кішкентай жас кезінде кішкентай ішетін еді, бірақ халыққа зияны жоқ. Сол кезде қарызданып қалған. Есепті дұрыс білмейтін еді. Содан бірден Алдан ағам ойына түсіп Алдан атама барған. Бухгалтериясын істеп беріп, ақшасын беріп, соттаудан аман сақтап қалған. Сода шешем айтып отыр еді, аталарының орны бөлек. Әкелерінің сотталып кеткенде не болар едіңдер сендер деген сияқты. Сол кезде үлкендік көрсетіп, ағалық көрсетіп, есебі кіріп беріп, қазір кімсің? Ешетай болдық. Ешетайдың Нанбайшының балдары болдық. Міне 5 бала дүниеге келді, 2-3 ұл,
екі қыз дүниеге келіп ұрпақ жетілді. Әкем айтатын еді, мен жалғызбын дейді ағайын туысты. Тамықта Молдаш атаммен бірге араластық. Өлгенше Молдаш атамның үйіне барып тұрға дейін атаң үлкен деп өлгенше осы уақытқа дейін араласып келе жатырмыз, үлкендігімді көрсетіп. Жаңағы Камиланың Әбсатқар ағам, Сабыр ағам, бәріміз бір ауладай бір болып сол үлкендігімізді көрсеткен. Шешем осы Роза апамнан бастап Ташкентке бухгалтерияға оқуға түсіріп еді. Соның нанын жеп, Ерсентай жалғыз емес, мына ұрпағы бар деп, осылардың бәрі жаңа апаларымыздың бәрін төркіндетіп, әдемі жеңге болып, әкем жұмыспен бара алмайтын, осылардың жаңа апаларымыздың, ағаларымыздың тойларында бас болып, көз болып жүретін еді. Міне көзі отыр, міне әрқайсысын міне Ерсентайдың балдары өсті, міне ағайын туысы өсті деп айтып келіп жүреді. Сол себептен мынау заман бұл заман ғой, осындай кезде уақытты келемізді, тіршілікке қараймыз, кей кезде бір-бірімізді іздейміз, бәкірді іздеп жатырмыз, мырзагелді көріп жатырмыз. Сол сияқты бүгінгі беріп жатқан асқа жинаған қалайы қауым қабыл болсын. Әжем қандай еді, ешқандай жаңа ауыр сөзі жоқ, күліп те жүретін еді. Көбінесе сол кісіге Раушан апам ұқсайтын еді, күліп жүретіндігі. Нәзірінде болатын еді, жалғыз күйеу баласы, жаңағы ұстаған күйеу баласы. Үйін мысалы жаңартып берген, үйді жаңартып берген Нәсірет енді Раушан апам ауырып жатса да сол себептен келіп жатырмыз. Сол себептен ол кісілердің аруақтары бір өздерінде аунап тұрып жатқан шығар. Сол себептен осындай асты беру үлкен дәстүр, сол дәстүр жалғаса берсін. Өлер заман тірі байымайды дейді, тірінің алғысын алып келіндер, батасын алып жүрсе, соны үлкен алғыс. Сол себептен жинаған қауым бәрімізге рахмет айтамын. Себебі осындай аталарымыз арқылы, әжелеріміз арқылы біздер өсіп өркендедік, ағайын туысты көбейттік. Сол себептен құда жолы қабыл болып, тек жақсы күндерде жүрейік. Рахмет, көп нәрсе айтты. Бұл кісі бауырластық туралы айтты ғой. Бұл кісі енді Ерсентай ағайынның баласы айтқылап айтып білеміз. Енді мен бір нәрсе айтайын деп едім да. Жаңа бауырластық туралы, қарапайымдылар, жаңа ағайындардың бауырластығы. Отбасында бір жағдай болып қалып, бір ақша керек болып қалды да, бір кісінің аурухана апарып. Сол кезде жаңа Айткүл апамыз мына Алидың мамасы Светаға айтты, звондады бір телефонмен. Сотты жүрмін, қолмен телефон. Света айлығында кетті. Жарты сағаттың ішінде 60 мың теңге әкеп сол кезде мен таңырқағанмын, осы адам бір айлығын беріп отыр. Көрдің бе қандай бауырластық. Рахмет. Кеңесбек ағам жаңа 40 жыл келістің адамдарын емдеген, тек мені де емдеген, бүкіл Тамдыны емдеген. Видеоға түсіп жатқанда емдеп жүрсің деп болады ғой, беттерінің жартысын түсірмей. Солай жүр енді бұдан былай. Тарихтың бір бетін ашып жатырмыз. Бұл не үшін ашамыз? Өткен өмірімізді еске алу арқылы ұрпағымызды тәрбиелеудің бір жолы. Мен 7 жылдай көрші болып жасадым. Қарым-қатынаста болдық енді, мынау көп әңгіме айтып жатыр ғой. Мынау Бауыржан Момышұлы деген біздің жаңағы ақсақалымыз неде өткен ғой. Соның ұшқан ұя деген кітабы бар. Сол отының басы арқылы қазақтың тәлім тәрбиесі, үрдіс, салт дәстүрдің бәрін басқа ұлттарға әлемге түсіндіріп жазған. Мен мысалы еске алып отырсам, жаңағы бір қорғанның ішінде өзі кезінде ондай қорғаны бар үй жоқ еді. Осы Қарақат бармыз, сондай қорғаны бар. Басқа үй жоқ еді. Үш семья 25, кемінде 25 адам жасады сол жерде. Әне сол қорғанның ішіндегі әңгімелердің барлығын еске алатын болсақ, қазақтың салт дәстүрі үрдісінің бәрін көруге болады.
Ол жерде барлық қызықтың барлығы болды. Қазаққа тән үрдіс, салт дәстүр, тәрбие, бұл жерде тәрбие барлығы сол отбасында болды. Сол қаншадан сол жерде жасаса да, мен пәлен жыл сол жерде отырып, сол қорғанның ішінен бір кісілердің айқайласқан дауысын естіппін ғой, жаңа ойлап отырсам. Сонда біздің Алдан ағамыздың өзі отырғанның өзі тәрбие. Ол кісінің алдында өзінің бала шағасы түгілі ауылдың азаматтарының өзі әдеппен тұрып жүреді, әдеппен тұрып сөйлейді. Ол кісіде сондай бір қасиет бар еді. Ол адам ішкен деген әңгімелерін ондайды айту керек жоқ. Өзінің отырыс, жүріс, тұрысыменен қазақы тәрбие берген кісі. Ал мен мына алдыма көбінесе үйлеріне барып айтасыңдар әңгімелерді. Дейін өтір. Жаңағы ана жөнінде мен алдыма адамдар келеді, келіндер келеді, қыздарымыз келеді. Оларға тапсырма беремін. Айналайын, мына ұрпақ тәрбиелейтін сенсің. Ертең соны қойшы болып шығарасың ба? Елге басшы болып шығарасың ба? Сенің мойныңда деп айтады. Ал анау кісінің мойнында сендерді асырау дейді. Біздің қамқа әжеміз сол кісінің тәрбиесі, осы тәрбиенің қорытындысы. Қазір жаңағы Фейсбуктен оқып жүрсіңдер ғой. Бұның әйелдері балаларын емізгенде осы ұрпағым менің ертең азамат болады екен, менің атыма дақ түсірмейтін, ел басқаратын, халыққа пайдалы азамат болады екен деп емізеді екен. Ал қазірдің әйелдері не дейді? Балдарын ұстаса болды, тіс жатса болды демек жетегесіңдер ғой. Түсіндіңдер ма? Сол кісінің берген, сол кісілерден қалған ұрпақтар көріп өскен. Ата-анасын еске алып, көпшілікке батасын алып жатыр. Себебі ұрпақты неше сұрайды? Ұрпақты ізінен атымды жаңылдырмай, жақсы атқа пәленшенің ұрпағы деп айтатындай сөз елге құрметке еге болатын ұрпақ болса, сосын ертең маған артымнан ояқтарларға тек Құран ғана керек. Сегізге дегендерің бәрі үш жерде қалады қазір. Құран бағыштап отырса деп сол үшін жасыраған. Міне ұрпақтары сол тәрбиеден, сол жоқтың басынан алған тәрбиенің негізінде ата-анасын еске алып, бүгін Құран бағыштатып жатыр, сіздерге дастархан жайып, дұға тілектеріңізді алып жатыр. Бәрі де құптарлық жұмыс. Мағынасында. Әр жұмыстың жақсы жақтары бар. Тәрбиенің мағынасы бар. Бұл жерде де мына кісілердің ішінде де барлығы екі ауыз болса да көпке үлгі болатындай әңгіме айтып жатыр. Өсейік, өсіңдер, өрбіңдер, жаманшылық көрмеңдер. Ата-аналарың сіздерге тастап кеткен тапсырмасы сол. Артында менің жаманатымды шығармаса, осы ұрпағым өссе, елге пайдалы азаматтар болсын. Ол өссе деген тілегі болған. Айналайын істеп жатқан жұмыстардың барлығына рахмет. Бақытты болыңдар. Жақсы күндерде өсіп өне беруді ұрпақтарына ел басқаратын азаматтар шығаруды көп деп болсын. Рахмет.
Jip olsun, sağa da tat. Toqta. Jamila apay. Kriz verip жатыр. Жаманғара, совет Жаманғара айттың келіні. Күйдің тарихын айтып отырып. Қадірменді. Күйдің тарихын айтып отырып. Неке? Тамды ауданында ең бірінші жазушы болған совет Жаманғараев. СССР жазушылар одағының мүшесі болған. Сол кісінің атасы Жаманғара күйші болған. Ол кісі Алматыдағы филармония консерваторияға барып, жаңағы алтын қорға 20-30 шақты күйін жаңағы тапсырған сол жерде. Былтыр кітап болып шықты. Кітап тиді ме қолдан? Иә, сол кітап. Мына Арынғазы сол күйлерден шертіп жатыр. Жаманғараның күйі Ақжелең. Ақжелеңде өзі жеңілді күй, жанрлы күйлер, бірнеше Ақжелең де бар, көптеген күйшілер де бар. Ақжелең деп ойын сауық, ортада көңілді күйлерді, сондай күйлерді атайды Ақжелең. Allah sıylasın. Hani priz verip жатыр. Кеңесбек аға. Енді кем қалмайын. Міне Ғали аға сыйлық беріп жатыр. Иә. Қадамды болсын, енді сау болсын. Апама ұқса, Әнәпия ұқсама. Жақсы, енді тамақ жейсің. Kısa da Әнәпия істелеуттің Тамыр Шаруагер газетінде және облыстық Знамя Дружбы газетінде көп жылдар еңбек еткен, Нұрлы жол газетінде де істеген бұл кісінің жаңағы істелеу Әнәпия Жайлыбайұлы деген кісінің немересі жаңағы Арынғазы. Әнәпия қалай тәрбиесінде болған? Иә, әрқашан. Міне ет келді алдарыңызға, еттен енді тамақтанып отырыңыздар, үзіліс жасаймыз. Жаңағы ет жеген кезде үндемей отыр дейді ғой жаңағы. Бұл айтқанда енді үзіліс тамақтануға. Неге бес бармақ, яғни қазақтың тамағы тартылып жатыр. Астанды болсын. Қаракөз алдын тола ма?
Normal ағайынды жақсы көретін, ағайынға төрін берген адам ғой. Сондықтан әрқайсының өз алдына есіне алып отыратын. Мыңбай ағам ауырып қалды. Сонда Мыңбай ағамға 2 рет келді. Сосын мен айтамын, не аға, Мыңбай ағам енді тұрмайды ғой, оның есіне қайта келесің десем. Ой, Мыңбай деген Көшекбай ауырғанда Самарқанда менің қасымда 1 ай жүрген адам ғой. Оған бармасам болмайды деді. Ал Ершетай ағам ауырған кезінде қатты қиналды. Соғынан ыстыда бауыр езіліп кеткен екен ғой. Еңсесін бір көтеріп жара алмады деп. Әр ағайын осылай айтып отыратын. Ал бір күні үйіне барсам жақсылағым келген ғой, автобуспен. Смайыл үйіне келген. Балда жақсылық атам келді десе айтады. Қамқа, етің бар ма, дайында дейді. Апам айтады, әй, баласын үйіне барсын да, сосын келеді. Қонақтарға шапан тарқатып жатыр. Әй, ол ағайыннан жырақ жүрген адам ғой. Сонда тапта жүрген адам ғой жақсылығын. Соны ағайын керізден көшіп кетті деп, ағайыннан жырақ жүрген дейді. Нағыз ағайыннан жырақ жүрген, осы кезді көргенде олардың жүректе істемей қалады шығар. Әрия, бір-біріне деген құрметтері керемет еді. Bir gün ağamın жылы olayım деп жатыр. Бейсенбілігіне барамыз деп Молдаш көкем жақсылаған үшеуміз шықтық. Қабақтан машина жүрмейді. Кешкі сағат 6-ға дейін тұрдық. Сосын мен айттым, Молдаш көке, сіздер қайта беріңіздер, ертең барарсыздар, мен бір нәрсе алып кетермін десем. Көз шақшиып кетті ғой. Бейсенбілікке бармаса мен неғып отырмын бұл жерде деп. Содан әрқайсымыз 400 мыңнан бір машинаны жалдап бардық қой. Бұндай құрмет, бұндай сыйласу тек осы менің әкемде болған сияқты. Ал сол сыйластық менің әкемнен балаларына да өткен шығар бәрі де. Ал Ақназар көкем мақтанып шалқып кетті ғой. Ақназар көкем екі адам бар Қожаназаровтар әулетінде. Біреуі көкем Алданның інісімін деп жүретін, біреуі мен Алданның қызымын деп жүретін. Соны аналар мазақ етеді ғой біздерді. Мінекей, мақтанатын әкең болса, мақтанатын атанаң болса, шынымен де мақтануға тиісті. Көкем айтатын, оқуға барам деп, Алданға барам конторға. Алдан оқуға кетем десем, сейт ташатты алдым ақша лақтырып жібереді дейді. Ал содан
Қамқаға келем дейді, оқуға кетем деп. Қамқа санытпашады, ақшаны лақтырып жібереді. Екеуі бір-бірінен сұрамайды дейді, сен ана ақша бердің ба деп дейді. Бере береді. Сонда бұл іні емес, өзінің баласы деп есептеді ғой әкем осыларды. Мінекей осындай сыйластық, осындай құрмет, осындай бір-біріне деген жақсы көру біз куәсі болдық. Мына кейінгі ұрпақ, тәтемнің балдары да бізден әкім шыққан жоқ, басқарма шыққан жоқ, бірақ жүрегі таза, пейілі кең, дастарханды ұрпақты тәрбиелеп кетті. Міне, қазір тәтеміне барсаң да, балдары дастарханы жайып жатады. Біз барсақ бізді күтіп жатады. Осы өздерінің атасы мен әжесінен алған тәрбие. Біз осының куәсіміз. Первый секретарь Исаевтың қолынан бар билет алайын деп зордан қысылып кіріп едім. Исаев деп ашты да. Ау, келмегенсің ғой деді. Мен қолынан алып тұрып, алдандай алтын адамның баласы жаман болмау керек деді. Парт билетті берді. Қысылып кірген мен құста ішіп шықтым есіктен. Міне содан бері жаман болмауым керек, жаман болмауым керек деп 70-ге келіппін. Ал енді, бүгін Әуезхан деген ағашым бар еді, Ибрагим. Сол мектепке барғанымды айтқан ғой. Мынау бізге жаңадан мұғалім келді. Алдан деген Сақидың қызы. Баяғыда Ансатбаев үшеуміз Москваға барғанбыз. Ансатбаевпен жаңағы ал деген қайтатын болды да, мен Алматыға кететін болдым. Ал деген мен Алматымен оралам дегенде саквояжда ашып, 4-5 күн алдыма лақтырып жіберді деді ғой. Енді сол сөздерді анау Балсарев деген, Шарапбек Балсарев деген кісі бар еді. Бір күні документтерім тексеретін болып қалғанда айтты ғой маған. Алдан ағамыз екенсің ғой. Біз каникулға келгенде әкеміз де қуанатын едік, алды екен Алдан ағам қалтамызға ақшаны толтырып жіберетін еді. Міне сондай Сақидың қызы болғаннан кейін тым-тырыс қалған жер біздер де шапан айта көкірекше жау жіберейік деді сіздерге. Дұрыс па? Иә. Көкем айтатын еді. Спортқа бала апарамыз деп дейді, Тамдыға бардық дейді. Бұхараға баруымыз керек дейді. Сонда дейді, арақты ішіп ұйықтап қалсақ, Әлібек пен Жұманатар мені тастап балдарды алып кетіп қалыпты Бұхараға дейді. Бірден аэропортқа бардым, андыға шап ол кезде Бұхараға дейді. Айтып едім дейді, сөйлесіп едім летчикке, мен киноға тастап кетесің ба деп едім. 150 сом берсең тастайын деп айтты дейді. 150 сомды бердім да, самолетті, Бұхараға қонатын самолетті киноға қондырдым дейді. Сөйттім да жолайыққа шығып тұрып едім, ана екеу келіп жатыр екен, шалқасынан түсті, қайда жеттім деп. Әне. Мұрзагел ма? Мұрзагел сөйлейм десе, міне Сыдық сөйлейм десе, әне Тараки сөйлейм десе, әне Бәкір сөйлесе де болады. Иә? Мінекей. Осындай жақын туыстарының қызығын қызықтаған, барлығына қамқор болған, барлығын әдемілеп, жанына жинап жүрген біздің әкеміз болды. Керізде оған өлеге бармайтын адам жоқ. Таңертең барып, бұлар неге келатыр дейміз ғой қазір. Олар кіріп, тек ағама сәлем береді де шығып кетеді. Апама бір ауыз әзілдерін айтып, болды, шығып кетеді. Ал енді қазір ондай іздеу дегенде жоқ, сәлем беру дегенде жоқ, құрметтеу дегенде азайып бара жатыр ғой міне. Сол айтқандай, мына балдар мені танымайды, осылар мені танысын, осылар мені біздерді білсін, ағайын бірге болайық деген ой осы. Тым жақсы әңгімелер, мыналар
береді өзі. Бәрі шапанға қарады да қалды. Тыңдау керек. Айта беріңіз. Мырзаға сөйлейсің ба? Мырзаға сөйлейсің ба? Байрам? Отырып сөйлейді. Байрам, отырып сөйлей бер. Ма? Қатырмасың да адамға әжім көргенсің. Құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Бүгіне біздің атамыз бен әжемізге беріліп жатқан Құдай жолынан қабыл етсін. Мен атамды, әжемді қатты жақсы көрдім. Ол кісілер мені қатты жақсы көрді. Мен өз сөзге шұрқаттым. Ішінде әңгіме көп, бірақ әдемілеп жеткізе алмаймын осымен. Сүйіксіз болған ғой, ауылымызға келді, біздің әке-шешелерімізге, ата-бабамызға. Біз сол кісілердің ұрпақтарынанбыз ғой. Батыр жағдайында сен беріп жатқан намасын, жүргізіп қыласын, қабыл болсын, келешек ұрпаққа осы тәрбие болып, келешек ұрпақтарымыз да осындай біздерді бізді еске алып жүрсін. Еске алатқан Құдай жолын қабыл болсын. Әрдайым сенің үйде той томалақ болып, сен де осындай ұрпақтарды өсіп тәрбиелеуге көмектестің. Қабыл болыңыздар, барлықтарыңызға жастығыз болсын. Алтабай ағамыз сөз Құрметті қонақтар, неге Алланы ғана Құдай қосқан құдасы боламын. Неге қалдығы қыздарыңыздың қайнағасымын. Қожада Бейсенбай мен 2 жыл бірге қызметте болғанбыз. Bir nanda birge bölüm jep, 2 жыл бірге қызмет істедік. Онан кейін Құдай қосып неге қалдығы барамыз, келін болып, осы ұрпаққа құда болғанбыз. Дүниеге әркім келіпті, пәнидің өзі көріпті. Дәуіт деген пайғамбар, Аллаға қолын жайғандар, бір намаздың үстінде 30 жылы өліпті. Бергенде Құдай өзің деп, алғанда тағдыр өзің деп. Соларда сабыр көріпті, сынамаққа Құдай жәрбейді жіберіп 1 жыл сынап көріпті. Жас шықпақты қос көзден таймаған соң бұл сөзден 30 жылға татитын жалғыз ұл беріпті. Құстыңда тілім біліпті, судыңда тілім біліпті, шайтан менен терге тамашалатын өтті. Қамықпайық ағайын осындай істер болды дейді. Мінекей алын адамыз, құламыз дүниеден өтсе де, артындағы ұрпақ салиқалы қыз, иманды ұл бергеніне Құдайға шүкір. Мінекей еске алып, құдамызды арнап ас беріп жатыр. Рахмет, бала-шағалар рахатын өссін. Кейінгі біздерге де Алла Тағала осындай дүниеден өткенімізден кейін артымыздан дұға қылатын ұл мен қыздарды нәсіп етсін. Алақаның кең болсын, 2 аяғың кең болсын, тілеген дұға тілектер ауырғанға ем болсын, адасқанға дем болсын, берген астарыңыз қабыл болсын, мұратlarınız асыл болсын. Құдалығымыз орнатын мұңдылық бола берсін. Барлық балдарым жоғары оқу орындарына оқытты. Жаманшылық көрмесін. 7 жасқа дейін жерден таяқ жесе өмірден таяқ жемесін деп балдардың бәрін оқытып, осы дәрежеге жеткізді. Осының арқасында міне ұл қыздары тәрбиелі, өнегелі, семьяға өсті. Барлығы бағанадан айтып жатыр, осы мен білем барлығын. Үлкен семья болды, бауырмал болды. Ал екенің мына Мырзабектің әкесіне қандай қамқоршылық қылған және Пеменш апайды өзінің қызындай өсірген білем. Пеменш апай қандай қызмет қылдым адамдар айтты. Алла разы болсын. Құдай жолдарыңыз қабыл болсын. Мына жерде Құдағай келіп отыр екен, апай айта береді сөз. Қане? Апай, сізге сөйлеңіз. Жақында.
ағайындар, құда-құдағыдан бұрын ағамыз алданмен жеңген қамқаның несін балалары астырып отырған астаның қабыл болсын, балалардың дені сау болсын, бәлкім айналайын дені сау болып, қалай сенде аман есен 70-ке толып астын, 70 жасын құтты болсаң да, дені сау болып, осы қандай жермен ұсап, қан болшы болып жүре беріңдер. Міне астаның әрқашанда қабыл болсын, аманшылық болсын, денсаулық болсын бәрекелді. Özünüz tanıştırın. Asqar жеңіп отырған қауым барлығыңызға сәлем. Мен апам айтып жатыр. Енді апамның атын айта алмаймын, кекеш қайнаға дейтін еді олардың барлығы. Атам менен енем менің орамалын салған келіншек болып түскен кезінде біздің арқа жағымызда отыратын артқы үйдегі атамын енем дейтін еді. Үйінен шықса біздің үйге келіп кете береді. Әлгеше балаларым айтады, атам жоқ, апам, ата, әжем дейді сол кезде. Үндемей ғана жаңағыдай келеді, іргеден қарап отырады. Біздің әжемнің құлағы зиялы ауыр, арқасынан отырады да әңгімені айтады. Енді кірсе үйге берсін. Қой, шешең менен кіргесін әңгіме үтейіп кетер ғой, осы жерден қайта салам дейтін бейшара. Сөйтіп қайтып кететін еді. Біздің атамыз Екібастан түйе болып сойылса, атам бейшара бірінші басына бір жылы ет атама деп жазып қояды. Одан кейін Ташқар атам бар, одан кейін Сәнібек атам бар еді. Ол үшеуі біз неше түйе сойса, сол түйенің бәрінен ет алу керек. Ол бермесе өзі біраз ұшып тастайды. Сосын атам айтқаны заң. Атам мен енемнің әруақтары риза болсын. Мына беріп жатқан ас қабыл болсын, айналайын ақжігіт. Апа, қыздар, барлықтарыңызға ас қабыл етсін. Мен жас түстім, бұл кісілердің бәрі, бұл қыздардың бәрін атын маған айтқызған. Бірақ мен үлкейгесін ұялып, апа деп апама сәлем салдым. Асқа қыздардың бәрін атын айттым. Рахмет барлықтарыңызға, ас қабыл етсін, Алла алдына жарылқасын, артындағы жастар аман болсын. Алла ауызға шырыңызды берсін. Құдайым бақ берсін, есе емес нақ берсін, қыздар жүрген қызырды үйлеріне ақ берсін. Көргендерің той болсын, қорғын, ойын қайғыларын жоқ болсын. Беріп жатқан садақаларын Алла Тағала қабыл етсін, кейінгі жастарға үлгі болсын. Туылын туысқандардың ауыз бірлігі болсын, дендері сау болсын. Жаратылғанға жары болсын, осы жалғасқан жердің немере шөберелері жалғасып берсін. Бақытты өмір, ұзақ денсаулықтары мықты болсын. Қалқымыз, жеріміз әрқашан аман, тыныш болсын. Молдеки. Енді Құран оқымаймыз. Бағана оқып, басында қатым оқып. Бағана оқып, қатым оқып ма? Ол бағана әшейін оқып. Тағы да оқисасын. Сол қатым оқып жүрі. Қатым оқып. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن
من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله أكبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة تلاوة القرآن صلوات إيمان وقرآن قرآن حصول صوابته اللهم ولي وزن رزقنا Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aziz-ul şerifine kulle evliye emriliyor mümin Müslümanlardır. Осы жамағаттан дуа үмітінде болған барша әруақтарды арнайы Қожа Назарұлы Алдан марқұмның Шадық Қызы Хамға марқұмалардың руықтарына бақш еттік. Аллахым өзің қабыл ете көр, марқұмдардың алдыларынан жарылқап жатқан жерлерін жәннаттан бір бақш етіп, қабірлерін Құран нұрымен, иман, ислам нұрымен нұрландырып, қиямет күні тозақ отынан қалас етіп, жәннатын нәсіп ете көр. Марқұмдардың бұл дүниеде пендешілікпенен біліп білмей істеген үлкенді кішілі кінәлары болса, өзің кешірімді затсың, ғафур, рахим сипатыңмен кешіріп, имандарын өздеріне жолдас ете көр. Аразда сауаптар ауыр келетін, амал дәптерлері оң жақтарынан берілетін, нағыз бақытты мұсылмандардың қатарында қайта тірілулерін өзің нәсіп ете көр. Артта қалған жандарға өзің хидаят, тауфик, береке, бірлік, мықты денсаулық, ұзақ өмір беріп жарылқай көр. Аллахумма Rabbi yassir ve la tuassir Rabbi tammim bil khayr ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Allah'dan rahmet, Peygamberden şefaat. Arınqazı balamız dağda küy tartay deyip жатыр atasının aslında. Tartıyor.
Jüp olsun da var. Ayttınız mı? Ertuğrul. Ayttınız mı? Tamam. Selam. Aynen. Şurası bu tiket. Abi ana kuruşta men tayağım var. Aman Tamam olay aksak
Anuşka mı? Kaydasın dedi. Kaç yerdik?